Білесіздер ма? Адам баласы өзінің тапқан дүниесі болсын, өзінің сүйген нәрсесі болсын, қандай жақсы көретін нәрсесін, ең қатты сүйген затына арнамай қоймайды. Мысал айтайын. Бір бай кісілерге барып айтсаңыз, мына бір кедей кісі бар еді, жағдайы нашар еді, сол кісіге садақа жинап жатырмыз, не бересіз десе, 2000 теңге, 5000 теңгесін дірілдеп зорға шығарады. Сөйтіп қайта-қайта қарайды, екеу беріп қоймадым ба деп. Көресі шана жалғыз қағаз ба дейді. Сосын айтады, мешітте айтасаңыз пәленше берді деп айтып қойсаңыз дейді. Айтып қойыңыз енді дейді. Ал сол кісі бір жерге барып достарымен тамақ жесе, жай ғана 150 000 теңгеге шай ішіп кетеді. Не болды десеңіз, көңіл ғой дейді. 150 000 теңге қайда кетпей жатыр дейді. Бір шай іштік достарыммен дейді. Бәрекелді. Яғни Аллаға 5000 теңге. Арақпаз досына 150 000 теңге да. Кім жақын екенін түсінесіз ғой өзіңіз. Кім жүрегінен орын алғанын түсінесіз. Бір жігіттер бар. Осында тұрады. Айтады. Мына дүниеден шаршайым дейді, сөйтіп рахат іздеп демалыс іздеймін дейді. Қайдан табасыз сол демалысты десем, казиноға барып, бір 10-15 000 долларды жаратып, рахаттанып демалып қайтам дейді. Әдемі демалыс екен. Білесіз ба? 1,5 мың долларға умраға барсаңыз, ондай демалыс таппайсыз дедім. Сөйтсем, 1,5 мың доллар ма дейді. Не деген қымбат ол дейді. Ойласаңыз, ол кісі жай демалысына ондай ақша жаратпайтын сияқты. Бір күні айтып жүріп сол кісі умраға барды. Барып келгеннен кейін сұрайым ғой, қалай болды десем, бұл демалыстың жанында курортың болсын, басқан болсын, жай екен ғой дейді. Не деген рухани байлық дейді. Бауырлар, Алланың зікірі, Алланың ғибадатынан үлкен демалыс жоқ. Бауырлар, адам өзі сүйген нәрсесіне жаратқан ақшасының құнын білмейді. Соны айтқым кеп тұр мен. Ол 100 000 жарата ма, 1 миллион, 2 миллион жарата ма, рахат алса содан, оның құнын сезбейді. Бұл дүниенің ақиқаты ол. Мұның бәрін неге айттым, бауырлар? Алла табарака ва тағала айтады. Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун дейді. Сіздер өздеріңіздің сүйген нәрселеріңізді Аллаға жұмсамайынша жақсылыққа жетпейсіздер дейді. Мына дүниенің бақытына, жақсылығына жете алмайсыз.